Әбілет пен Тәбілеттің алғаш туған баласы Ібіліс екен. Онан кейін Ашына деген қыз туыпты. Артынша Дию мен Жын деген егіз баласы дүниеге келіпті. Жынның нәсілі қыз екен. Олардың соңынан Түлен мен Құлан деген екі егіз ұл, Албасты мен Үббі деген екі қыз туады. Ібіліс өзінің туған қарындасы Ашынаға көңіл ауады. Бірақ әке-шешесі оны Жынға айттырып, Ашынаны Диюға бермек болады. Ібіліс әке-шешесіне білдірмей Ашынамен көңіл құрады екен. Осыдан бастап некесіз қатынас қылып, күнә жасайтындарды Ашына, Ашыналар деп атайтын болыпты. Бір күні Әбілет пен Тәбілет оны біліп қойып, Ібілісті қуып жібереді. Ол ата-анасына ерегісіп, Тәңірдің дәргейіне алаңсыз қызмет етуге кетіп қалады. Әбілет пен Тәбілеттің ұрпағы жер бетінде арсыз, опасыз, ұятсыз, сайқал іс-әрекеттердің алғашқы ұрығын шашқан екен. Содан бастап, осыған дейін адам ұрпағының арсыз істерге шатылуы Әбілет пен Тәбілеттің ұрпағынан қалған екен деседі. Жер бетін ойрандағаны үшін періштелер оларды тозаққа сүйрей жөнеледі. Сол кезде олардың ұрпағы тым-тырақай қашады. Қапылыста Жын мен Дию күлге тығылады. Күлдің үстінде ойнама, күлді баспа, күлді есіктің алдына төкпе деген тыйымдар осыдан қалыпты. Албасты мен Үббе суға сүңгіп жоғалады. Түнде суға барма, түнде жалғыз шомылма деген тыйымдар осыған орай айтылған. Құлан мен Түлен бұталардың арасына сіңіп ғайып болады. Бұтаның түбіне ұйықтама, бісмілдәсіз жатпа деп айтатыны осыдан екен. Ашына лас қоқыстарды паналапты. Ашына болған адамдар осыдан бастап жасырынып іс қылатын болыпты.